Көрініп тұр. Көрініп тұр. Жақсы әріптестер, Ақсу ауданы мен Сарқан ауданы ғой деймін бүгін. Балқаш ауданы. Балқаш ауданы ма? Жақсы. Тақырыпты мен былай алып отырмын әріптестер, математикадағы функционалдық сауаттылық деп. Бірінші сөз бастамастан бұрын сіздермен ой бөлісіп алайын деп шештім. Ой бөлісу алаңы. Бірінші сұрақты қойғым келеді сіздерге. Ой бөлісу үшін. Сіз оқушының математикалық функционалдық сауаттылығын дамыту үшін пән мұғалімі ретінде қандай жұмыс түрлерін жүргізесіз? Бір-екеуін ғана атап өтсеңіз. Өмірмен байланысты тапсырма беру. Өмірмен байланысты тапсырма беру. Жақсы. Тағы әріптестер, тағы да қандай жұмыс түрлерін жүргізуге болады деп ойлайсыздар? Жақсы, енді қазір ойларыңыз келіп жатса, қосымша айта жатарсыздар. Енді екінші сұраққа қараңыздаршы. Математика пән мұғалімі ретінде әр сабағыңыз математикалық функционалдық сауаттылыққа бағдарланған болу керек пе? Әр сабағыңыз? Жоқ. Неліктен? Жауабыңызды негіздесеңіз. Әр сабақ емес, енді арасында сабақтар деп ойлаймын. Неліктен ондай ой сізде қалыптасқан? Әр сабақта жүргізу мүмкін емес сияқты айтып отырсыз. Кейбір тақырыптарды өмірмен байланыстыру қиынырақ. Жақсы, рахмет. Жақсы. Алтынай апай, рахмет сізге. Енді бағлан дегенім. Ең соңғы жіберген ссылкамен кіріңіздерші, алғашқы ссылкамен қосылмады. Насибна жаңа келесі ссылканы жіберді. Түсіндіретін ма? Микрофондарыңызды өшіріп қоясыздар ма? Енді әріптестермен енді практик мұғалім ретінде жалпы функционалдық сауаттылықты дамыту үшін математика сабағында функционалдық сауаттылықты келесі ұсыныстарды айтқым келеді сіздерге. Ол оқыту мен оқу барысында іске асырылатын дүниелер. Бірінші, берілген тапсырманы орындау үшін қосымша көмекші элементтерді енгізе білуіміз керек екен. Екінші, тапсырманың мазмұнына сәйкес қосымша сурет немесе сызбасын сала білуіміз керек. Оны оқушы орындауы мүмкін, немесе мұғалімнің өзі орындауы мүмкін. Тапсырма мәтінінің мазмұнын оқушылармен бірлесе отырып түсінікті және таныс қарапайым тілде тұжырымдай білуіміз керек. Төртінші, тапсырманы оның мазмұнын бірнеше бөліктерге бөле отырып орындау керек. Тапсырманы бейнежазба түрінде ұсыну оқушылар немесе оны мұғалім дайындауы мүмкін. Алтыншы, теориялық мәліметтерді қарапайым бейнежазба түрінде жазу. Қарапайым дегенді тырнақшаға алып отырмын, оның мағынасын қазір жалпы келесі қадамдарда бақылап көресіздер. Жетінші, функционалдық сауаттылықты дамытуға бағдарланған тапсырмалар топтамасын оқу мақсатына сәйкес іріктей білуіміз керек екен. Сегізіншісі, берілген тапсырмалар сұрақтардың оқу мақсатына сәйкес өңдей білуіміз керек екен. Тоғызыншысы, бір тапсырманы әртүрлі сыныптарда қарастыра білу керек болады екен. 10-шы, жоғары сынып пен орта буын оқушылар арасында байланыс орната білу әрекеттерін жасасақ, біз баланың жалпы сауаттылығын дамытуға мүмкіндік береміз деген ойды түйіндеп отырмын өз практикамда. Енді келесі нақты осылай айтылған мәліметтерді қалай іске асырамын? Бұл қандай түрде көрініс табады? Сонымен таныстырғым келіп тұр. Мысалы, мына жағдайды алып отырмын, тапсырма. Әрине, бірінші мен тапсырманы таңдап отырмын. Ол тапсырма қай оқу мақсатына сәйкес келеді? Мен соны бақылайды екенмін. Атап өтейін, жаңа 10 пункттен бөлдім ғой, соның үшеуін алып отырмын қазір.
Біріншісі, тапсырманың мазмұнына сәйкес қосымша сурет немесе сызбасын көрсету. Жетінші, функционалдық сауаттылықты дамытуға бағдарланған тапсырмалар топтамасын оқу мақсатына сәйкес іріктеу. Сегізіншісі, берілген тапсырмалар сұрақтарын оқу мақсатына сәйкес өңдеу. Жаңағы берілген 10 ұсыныс бар ғой, соның 3-еуі осы жерде іске асады деп, өз ойымды дәйектеп, дәлелдегім келіп тұр. Мысалы, тапсырманың мазмұнына сәйкес қосымша сызба бар, яғни кесте түрінде берілген. Келесі, функционалдық сауаттылықты дамытуға бағдарланған тапсырма оқу мақсатына қаншалықты сәйкес келеді? Мені өз тарапынан сол зерттеледі екен әр сабағымда. Келесі, берілген тапсырмалар сұрақтарын оқу мақсатына сәйкес өңдеу. Мысалы, бұл тапсырманы мен функционалдық сауаттылықты дамытуға бағдарланған жинақтан алып отырмын. Мен үшіншісіне тоқталғым келеді, берілген тапсырмалар сұрақтарын оқу мақсатына сәйкес өңдеу. Мысалы, бізде сұрақ кинотеатрға келген балалар қай қаттардан орын таңдайды деген сұрақ, ол өзі тапсырманың сұрағы болған. Бірақ сол сұраққа жауап бергеннен кейін мен сол тапсырмадағы сұрақты өңдеуге мүмкіндігім бар екен. Мысалы, бірінші сұрақ: ең қымбат баға қандай санмен өрнектелген деген сұрақты қоюға болады, мысалы 5-ші сыныпта. Олар бағаны айтады. Өйткені мақсатқа қарасаңыздар, натурал сандар жиыны ұғымын меңгеру, тақ және жұп сандар ұғымдарын меңгеру. Екінші сұрақ: кинотеатрға келген балалардың саны қандай натурал санмен өрнектелген деп айтуға болады екен. Келесі, неліктен берілген бағаларды бала санына көбейткенде жұп сан шығады? Бұл жерде жұп санды жұп санға, тақ санды тақ санға көбейту қасиеті бар ғой. Соны іске асыру мақсатында осындай сұрақтар арқылы берілген тапсырманың сұрағын басқаша өңдеп, оқу мақсаттарына бағдарлап қарастыруға мүмкіндік бар деп айтқым келеді. Келесі тақырып ондық бөлшектерді салыстыру. 5-ші сыныпта ондық бөлшектерді салыстыру мақсатына байланысты талдау қолдану деңгейінде қарастыратын болсақ, бұны жұптық жұмыс ретінде қарастырған екенмін. Бұл жерде айтылған 10 ұсыныстың 3-еуі іске асады деп айта аламын. Тапсырманың мазмұнына сәйкес қосымша кесте берілген. Тапсырма мәтіннің мазмұнын оқушылармен бірлесе отырып түсінікті және таныс қарапайым тілде тұжырымдай білу деген қағиданы осы жерде ұстану керек. Себебі бұл жерде таныс емес терминдер бар. Біз айтамыз ғой, функционалдық сауаттылық дейді. Функционалдық сауаттылыққа ол математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы да кіреді. Біз математиканы ұғу үшін оқу сауаттылығымыз мықты болу керек. Оны біз әр сабақта іске асыруымыз керек. Келесі, функционалдық сауаттылықты дамытуға бағдарланған тапсырмалар топтамасын оқу мақсатына сәйкес іріктеу. Бұл тапсырма жалпы функционалдық сауаттылықты дамытуға бағдарланған тапсырма. Бұл қаншалықты мен алып отырған мақсатыма сәйкес келеді деген таңдауды жасай білуім керек. Ол мақсатыма сәйкес келе ме? Оны қалай өңдеп аламын? Өңдеуге мүмкіндік бар ма? Сұрағын өңдеуге бола ма деген сияқты мәселелерді мен өз алдыма тартады екенмін. Келесі, енді мына айтылған мәселеде қайтадан сол 5-ші сынып дәреже тақырыбына байланысты. Бірақ бұл жерде жаңа атап өттік қой, 10 ұсыныстың ішінде мынандай ұсыныс бар еді. Берілген тапсырмалар сұрақтарын оқу мақсатына сәйкес өңдеу деген айтылды. Бір тапсырманы әртүрлі сыныптарда қарастыру. Мысалы, мына тапсырманы 5-ші сыныпта қарастыратын болсақ, бұл қолдану деңгейінде қарастырылатын болса, ал 8-ші сыныпта білу және түсіну деңгейінде ғана қарастырылып кетеді екен. 8-ші сыныпта санның квадрат түбірі және арифметикалық квадрат түбірі анықтамаларын білу және ұғымдарына ажырату кезеңінде мұны осы тапсырманы іске асыруға болады екен, қолдануға болады. Келесі. Енді жаңа мен атап өттім. Жалпы кейбір жағдайда бейне жазба арқылы сұнуға болады есептерді. Және бұл жерде жоғары сынып болған оқушыларында араластыруға болады. Ондағы нәрсеге тоқталып кетейін, мысалы жоғары сынып пен орта болған оқушылар арасында байланыс орнату. Мысалы біз 10-ші сыныптарда айтамыз, тестқа дайындаймыз, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындаймыз, немесе өз бетінше жұмыс жасауға бейімдеуге болады. Үлкен сыныптар және өз оқуын өзі реттей білетін деңгейге жеткізу үшін біз 5-ші сыныпқа арналған оларға тапсырмалар құрастырыңдар. Немесе осы мақсатқа байланысты қандай тапсырмаларды ұсынар едіңіз, оны қандай түрде ұсынар едіңіз деген сияқты тапсырмаларды берсеңіздер, сонда сіздер қарапайым тілде болсақ, бір оқпен екі қоянды атуға болады.
деп ойлаймын. Қазір осы жерде айтылған бейне жазбаны мен кішкене кейінірек қосайын, бірнеше мәлімет айтып кеткеннен кейін, рұқсат етсеңіздер. Так, келесі. Енді мынандай нәрсеге тоқталғым келіп тұр. Жаңа аталған 10 пункт бар. Мен дауысым естіліп жатыр ма? Естіліп тұр. Аха, жақсы, рахмет. Келесі, енді бұл жерде ерекше айтылатын нәрсе, мынандай нәрсеге қосқым келіп тұр. Бастапқы аталған нәрселерді қайта-қайта қайталамай қояйын. Бірақ мына нәрсеге тоқталғым келіп тұр. 4-ші пунктқа. Тапсырманы оның мазмұнына қарай бірнеше бөліктерге бөліп отырып орындау. Берілген тапсырмалар сұрақтарын оқу мақсатына сәйкес өңдей білу. Мысалы, 7-ші сыныпта геометрияны бастаған кезде бізде әртүрлі қиындықтар болады. Біріншіден, оқушының оқып отырған мәтінге байланысты сызбаны сала алмауы, яғни геометриялық фигураларды көрсете алмауы. Немесе сызбасы берілсе, оны өңдеп жаза алмауы. Мұның осының өзі жалпы аяғында математикалық сауаттылыққа қадам басатын әрекеттер деп санаймын. Мысалы, біз жаңа айтып жатырмыз. Сауаттылықты дамыту, ол қандай да бір тапсырманы ұсына салу арқылы іске асатын дүние деп қабылдамаймын. Яғни, әр сабағында сол сауаттылықты дамытуға бағдарланған әрекеттер жасалуы керек. Онымен не айтқым келеді? Берілген тапсырмалар сұрақтарын оқу мақсатына сәйкес өңдей білу, ол біздің шеберлік. Мысалға, 7-ші сыныпта үшбұрыштың сыртқы бұрышын табыңыз деген сұрақ берілген, ол қай мақсатқа бағдарланып алынған? Үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы қолдану тақырыбына сәйкес мынандай тапсырма ұсынған екенмін. Так, мына жазу кішкене үлкенірек қойсам деп тұрмын. Бізде бірінші тапсырмада тапсырма сызба түрінде берілген. 7-ші сыныптың оқушысы сызба түрінде берілген мәліметте көп қателіктер жібереді. Оны сіздер менімен бірге келісесіздер деген ойдамын. Тіпті ана бұрышты белгілеуден, қабырғаны белгілеуден бастасақ, мына осының барлығы сауаттылық. Мейлі ол шартты белгілер. Соны сауаттылықтың өзі содан басталады. Мысалы, оқу сауаттылығы әріптен басталатын болса, математикада сауаттылық сол әр шартты белгіден басталады деп айтқым келеді. Жаңағы тапсырманы жақсы түсіну үшін сұрақтарды өңдей білу керек, немесе бір тапсырманың сұрағын әртүрлі жағдайда қарастыра білу керек дедік қой. Сол үшін мен мынаны кішкене үлкейтіп көрсеткім келіп тұр сіздерге. Мысалы, былай, оқушыларды ойланту және бір қатар жауаптар алу үшін алдын ала дайындалған сұрақтар қоя білуіміз керек екен. Мысалы, жаңағы сызбаға байланысты. Сызбада анықтау қажет бұрышты белгіле. Бұл қай оқушыға бағдарланады негізі? Төмен деңгейге оқушыға бағдарлана отырып берілген, яғни қолдауды көбірек қажет ететін оқушы, даже белгілеуде бізде қателік кетіп жатады. Міне соны жою мақсатында, оларды сол бұрыштарды белгілеуді үйрету мақсатында, міне осы тапсырманы орындату арқылы, міне осындай сұрақтан бастасаңыз болады. Келесі, сұраққа сәйкес келген жауабыңды негізде. Жай ғана мысалы, олар белгілетіп қана қоймай, ол сол неліктен ол бұрышты белгіледі, неліктен ол бұрыш деп ойлайсыз деген сұрақты қоя отырып, өз жауабын негіздеп кететіндей жағдайға келтіруіміз керек екен. Бұнымен біз нені анықтауға мүмкіндігіңіз бар, немесе нені дамытуға мүмкіндігіңіз бар. Оқушылар өздерінің мықты және әлсіз тұстарына қарай жауап береді екен. Кейбір оқушылар өз ойын жеткізе алмайды, бірақ жеткізуге жағдай жасайтын жолдар табады екенбіз біз. Келесі. Қысқаша шешу жолын жаз. 7-ші сыныптың оқушысы геометриялық есепті бастаған кезде қысқаша жазу жолында қиналады. Осы жағдайда сіздер бұлдай сұрақты жоғары деңгейге оқушыға бағдарлана отырып қойсаңыз, ол мысалы тақтада орындаса, жалпы барлығына көрсетіп, сол арқылы қолдауды көбірек қажет ететін оқушыларды алға тартуға мүмкіндігіміз бар екен. Келесі, енді тура осы тапсырма, әріптестер, мысалы, бір мақсатқа байланысты мен бірнеше тапсырма алып отырған жоқпын. Бір тапсырма алып отырмын, бірақ әртүрлі жағынан, оның сұрақтарын әртүрлі оқу мақсатына сәйкес бағдарлап отырып, әртүрлі жақтардан
өңдеп алып, бір тапсырмадан 3-4 тапсырма құрастырып алуға мүмкіндік бар екенін көрсеткім келеді. Өңделген тапсырмалар. АБЦ үшбұрышының А бұрышының ішкі бұрышы 60 градусқа, Б бұрышының сыртқы бұрышы 130 градусқа, үшбұрышының С бұрышының сыртқы бұрышын табыңыз. Жаңағы қойылған сұрақты, бастапқыда сызба түрінде берілген сұрақты мен басқаша мәтін түрінде өңдеп бердім. Яғни оқушы тек қана сызба түрінде ғана түсінбеу керек. Мәтінмен берілген мәліметті де геометрияда жақсы түсіне білуіміз керек. Енді бастапқыда егер оқушыларыңызда қиындық туындайтын болса, қосымша сұрақтар, яғни бағыттауыш сұрақтар арқылы әр қадамын нық басатындай жағдайға келтіруіміз керек. Бірінші, сызбасын сал. Осы жерде, осы мәтінге байланысты сызбасын өздері салатын жағдайға келтіруіміз керек. Мысалы, 60 градус сүйір бұрыш екенін білу керек. Яғни үш бұрыш салған кезде ол сүйір бұрышты сала білу керек. Б бұрышы 130 градус деді ма, ол доғал бұрышты, яғни доғал салу керектігін бағдарлайсыздар. Үш бұрыштың С бұрышының сыртқы бұрышын табыңыз, яғни сыртқы бұрышты нақты көрсете алды ма сызбада. Міне осындай нәрселерді көруге мүмкіндік бар екен. Яғни сіз сызбасын сал деген кезде өздеріне арнайы уақыт бересіз. Ең бірінші бағалау сіздерде сызбаны салудан басталады уже. Келесі, ауызша есептеу жүргіз. Бұл жерде кейбір деңгейі жоғары оқушыларға бірден ауызша есептеп беруге мүмкіндік беру керек. Яғни олар ауызша есептеп береді. Бірнеше есептеу әдістерін қарастырыңыз. Міне ең маңызды, мысалы, маған ұнайтын әдістердің бірі, бір есепті шығарудың әртүрлі әдісі бар. Мысалы, мына есепті шығарудың әртүрлі әдістері бар ғой. Егер сізде бір оқушы шығарып қойса алдын ала, сіз оның басқа әдісін қарастыр деген сияқты ұсыныс берсеңіз, сол бір тапсырманы бірнеше әдіспен қарастыруға, әртүрлі қырынан қарастыруға мүмкіндік аласыз. Қысқаша шешу жолын көрсетіңіз. Әрине, енді бастап жатсаңыз, қысқаша жолы, жаңа бастапқыда айтып кеткендей, жоғары деңгейлі оқушыға бағдарлап, осы тапсырманы жалпы барлық оқушылар алдында көрсетуге мүмкіндік берсеңіз болады. Енді бастапқыда берілген тапсырманы тағы да үшінші тапсырма түріне өңдейтін болсақ, тура сондай тапсырма, осы тапсырма, қандай да бір элементтерін ғана өзгертіп, сіз енді қарастырған есептерге ұқсас есептер құрастыр, немесе сызбамен берілген есеп шартын мәтін түрінде жаз деп айтсаңыз болады. Сіз тура соған ұқсас есеп құрастыр, яғни сызбамен, немесе керісінше сол сызбаны қалтырып, сол сұрақты қалтырып сызбамен берілген есепте, оған керісінше мәтін құрастыр десеңіз болады. Міне, берілген тапсырмалар сұрақтан оқу мақсатына сәйкес өңдеу дегенді мен осылай түсіндіргім келеді сіздерге. Енді, әріптестер, жалпы осы жақында ғана бізге курс өтті, өздеріңіз де өткен шығарсыздар. Математикалық сауаттылыққа байланысты PISA тапсырмаларын орындауға байланысты, PISA тапсырмалары дегеніміз не, математикалық сауаттылық дегеніміз не, соған байланысты курсты өттік. Міне тура сол жердегі мақсаттарды мен, тапсырмаларды өзіме іріктеп алып алдым, скриншот жасап тұрып. Мысалы, бұны енді сабақта қолдануға мүмкіндік бар деп жоспарлап отырмын. Енді осы оймен сіздермен бөліскім келеді. Мысалы, мынандай тапсырма берілді, әріптестер. Көрініп тұр ма экранда? Көрініп тұр. Мысалы, мына қарапайым сұрақ, қалай ойлайсыздар? Қазір сұрағы мен шартын, яғни берілген оқып, сіз осы тапсырманы қандай оқу мақсатына сәйкес келеді деп ойлайсыз, және сіз осыны қай сыныпта қолданар едіңіз? Уақытымыз шектеулі, аз ғана қалды уақыт. Пайыз тақырыбына 5-ші сынып. 5-ші сынып пайыз тақырыбы деп қарастырып отырсыңдар. Жақсы. Жалпы бір тапсырманы бірнеше сыныпта қарастыруға болады деп айттық, Енді есептің сұрағына байланысты, ол қолдану деңгейіне сәйкес келе ме, білу түсіну деңгейіне сәйкес келе ме, ол тапсырманы орындап болғаннан кейін сіз нақтылап қолдануыңызға болады. Және бұл тапсырманы мүмкін тағы да басқа сыныпта қолдануға мүмкіндік бар шығар. Осы жерде сұрақты мүмкін басқаша өңдеуге мүмкіндігіңіз бар. Мысалы, сіз сілтеме жасап қоясыз, осы жерден алынған деп. Бірақ өңдеуге бізде ешкім құқығымызды алып алған жоқ деп ойлаймын. Біз тапсырманы ұрлап, менікі деп айтып жатқан жоқпыз, ал өңдеуге мүмкіндік бар деп толыққанды сенімім бар. Жақсы. Келесі тапсырма. Бақылап көрсеңіздер, сұрағын. Және бұны қай сыныпта қолданар едіңіздер? Әріптестер, атсалысып отырсақ.
Диаграммалар. Диаграмма 6-шы сынып қой. Аха. Енді сұрағына қарай назар аударсаңыздар, сұрағы көрініп тұр ма сіздерге? Қарамен жазылып тұр. Аха. Енді мына диаграмма кішкене түсініксіздеу. 8-ші сыныпқа келе ме? 8-ші сынып қай тақырыпқа? Ана статистика. Мүмкін. Статистика. Мүмкін, иә. Статистикаға байланыстырып, мүмкін сұрағын ақырындап өңдеп қоярсыз, иә? Жақсы, рахмет. Жақсы. Енді мына жерде шығару жолы көрсетілген екен, өзі қойылған, мына жақта мысалы қойды ғой сұрақ. Сол сұраққа сәйкес жауабы мынандай екен, жаңа пайыздық өлшеммен 11%-ға өседі дегенді дәлелдеп беру жолын көрсетті, дәлелдеу осылай жүреді екен. Енді мына тапсырмаға назар аударсаңыздар, көрінеді деп ойлаймын. Мен скриншот жасап әдейі осылай қойып қойдым. Бұл нақты сол курстағы тапсырмадан алынған. Оң жақ мына жақ. Оқып шықтыңыздар, иә? Енді бұған дейін жүрген қашықтығы 120 000 километрден аспауы керек дейді. Аспауы керек деген сөздің өзі, мысалы, теңсіздік деп өтесіздер ғой 6-шы сыныпта. Қатаң теңсіздік па, қатаң емес теңсіздік па? Мына осыны біз ескереді екенбіз осы жерде. Көп оқушылар мысалы, ықтималдыққа байланысты, комбинаторикаға байланысты мәліметтерді қарастырған кезде аспауы керек деген сөзді ұқпай жатамыз, немесе түсіне алмай жатамыз. Келесі, 2000 немесе одан кейінгі жылдары шыққанға назар аударуымыз керек екен. Жарияланған бағасы 4.500.000 Z-тен жоғары емес болу керек екен. Міне осы үш шартты орындайтын жағдайды қарастыруымыз керек екен. Енді мен қазір шартты оқыдыңыздар. Сіздер қай оқу мақсатына сәйкестендіретініңізді жауабына қарай отырып айтсаңыздар. Бірінші, қандай оқу мақсатына сәйкестендірер едіңіз? Салыстыруға келе ме? Мысалы, натурал сандарды салыстыру, 5-ші сыныпта енді бастаймыз ғой. Бір қайталау кезеңінде. Бастауыштарға да жарайтын сияқты ғой мынау. Әрине, келісем. Тіпті мына 5-ші сыныпта қайталау кезеңінде біз ойланып жатамыз, иә? Қандай есеп берсек екен бір ерекшелеп деген сияқты. Кітаптағы есептен кейде жалғамыз, жалықтырып алмау мақсатында. Енді қазір ғана келіп отырған ой маған. Содан кейін 6-шы сыныпта қараңыздар, бұған дейінгі жүрген қашықтығы 120 000 километрден аспау керек. Теңсіздікке келе ме? Келеді. Келеді. Қатаң емес теңсіздік. Әрине, дұрыс айтасыздар. Енді қараңыздар, 2000 немесе одан кейінгі жылдары шыққан дейді. Теңсіздікке де келіп тұр ғой? Яғни салыстыру үлкен 2000 жылдан кейінгі, яғни 2000-нан кейінгі, яғни ол 2001 келесі жылдар деген сияқты, иә? Жақсы әріптестер, міне осылай қайымдай беруге болады екен. Міне тура осы тапсырма болды. Өздеріңіз қарасаңыздар, пиза курсында өте бір қызықты есептер болды. Өзіме мен түртіп алдым. Сіздерге де ұсыныс ретінде айтып жатырмын. Тіптен календарный планыңыз бар ғой, жоспарыңыз. Соған енгізіп қойсаңыз жанына, мына оқу мақсатында, тіптен келесі жыл ол керек болады. Түртіп қойсаңыздар, бізде тапсырмалар жинағы тіптен керемет жинақталады деп ойлаймын. Енді мынаған бір қарап өтейік, одан кейін келесі. Әріптестер, тағы да қайталайын, қазір қайтадан қосыласыздар осы ссылкамен. Ұмытып кетпеңіздер. Дәмхананың сызбасы, бағана айттым ғой, сызба түрінде берілген мәліметті біз оқи білуіміз керек. Тағы да қосымша мәлімет айтып кетейін, ойларыңызды бөліп жатырмын. Жалпы айттық қой, тапсырмаға берілген сызбаны бала түсіне білу керек. Бізде оны әр сабақта іске асыруымыз керек екен. Қандай да бір пиза тапсырмасын ғана орындау барысында емес. Ол аяқ асты сол тапсырманы орындау барысында ғана түсіну, ол жалған ой деп түсінемін мен.
әр кезеңде мүмкіндік болған жағдайда кестені оқи білу, сызбаны түсіне білу жағдайын туындата білуіміз керек екен. Жалпы дәмхананың сызбасы сұрақ былай берілген. Мария дәмхананың еденін ауыстырғысы келеді, яғни мынау еден болып саналатын болса, жұмыс аймағы мен сатушы сөресі тұрған бөліктің ауданы есептемей, ол мына аймақ қой сонда мына. Есептемей, қалған бөліктегі еденнің ауданы анықтаңыз. Әріптестер, осы тапсырманы қай сыныпқа берер едіңіз? Әдемі тапсырма. Аудан 8-ші сынып. Аудан 8-ші сынып, келісем. Немесе 6-шы сыныпқа масштабқа да келетін сияқты ма? Астында ескерту деп. Сызбадағы әр шаршының масштабы деп. Мүмкін сіз масштабқа келтіретін жағдайды өңдеп алатын шығарсыз. Мүмкін. Иә, тамаша. Тағы әріптестеріне айтасыздар. Сіздер қазір айтқан сайын маған ой салып жатсыздар. 8-ші сынып. Жақсы. Түсіндік, 8-ші сынып, дауысыңыз кішкене естілмей жатыр, қымбат апай. Дәл осындай тақырыптар негізі бастауыштарда да қазір бар екен, мен байқаған кейде бастауыштар. Дәл осылай бөліктердің бөліктерін санап аудан табады екен, оларда еще бір формула, дайын формула оларға да келеді. Жақсы. Мана көрдіңіздер ғой. Мысалы, мен осы есепті бар ғой, 8-ші сыныпқа беріп үлгердім. Мысалы, қайталау кезеңі болды, 90-ның аяғында келді ғой, сол кезде тапсырмалар курс. Сол кезде бақыласаңыздар, әртүрлі әдіспен шығару жағдайын туындатсаңыздар болады оқушыға. Матапай, дауысыңыз дұрыс естілмей жатыр. Уақытымыз шектеулі болып жатыр, әріптестер. Мына есепті шығарғанда әртүрлі әдіспен шығаруға болады. Мысалы, трапецияның ауданын пайдаланып шығар деп айтуға болады. Енді оны өзіңіз ұсыныс жасамайсыз, оқушының өзі жазады. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданын есептеу арқылы. Мысалы, мына береді тіктөртбұрыштың ауданын толық есептеп алып, мына тікбұрышты үшбұрыштың ауданын алып тастауға болады. Немесе мына жерден трапеция құрып алып, мына трапеция, одан тіктөртбұрышты құрып алып. Сонда бір есепті әріптестер бір сөзбен айтқан кезде әртүрлі фигураның ауданын есептеу арқылы бірнеше тапсырма құрастырып тастасаңыз болады, мына бір есептеп. Жақсы, маған енді кері байланыс берсеңіздер, мен айтар ойым осы болған, бірнеше мынандай тапсырмалар бар, сол курстан алдым мен міне. Сіздерге негізі бірлесіп орындасақ деген жоспар болған, әріптестер. Қазір келесі әріптесімде ондай жұмыс бар деп ойлаймын. Менің өзімнің сабағымда қалай іске асырамын деген сұраққа жауапты осылай бергім келеді. Қандай кері байланыс берер едіңіздер маған? Сұрақ қойсам бола ма? Болады. Жаңағы мысалға кейбір пизаның кейбір есептері жаңағы біздің мақсаттарға кішкене өзгертіп алуға болады дедіңіз ғой. Сонда мысалы жаңағы соңғы есепті 6-шы сыныпқа да алуға болады, масштаб дегенге. Бірақ та оған мысалы есеп кішкене күрделірек болғандықтан сол есепті сонда толығымен шығармай қойып, кейбір бөлігін ғана айта салуға болады ма? Әрине. Жоқ, мен мысалы бізден мынандай құқықты алып алған жоқ деп ойлаймын. Мысалы, мен сілтеме жасап қоямын. Мысалы, мына пиза тапсырмасы, мына жинақтан, ол менің жұмысым емес пе, бұл менің тапсырмам емес, мен құрастырып отырған тапсырмам емес. Мен ол еңбекті алуыма құқым жоқ. Оған міндетті түрде сілтеме жасап қойым керек. Бірақ мен өзімнің жұмысымды іске асыру үшін, сол мақсатқа байланысты оқушы жетістігін бағалап шығу үшін, мен осы сұрақты өңдеуге мүмкіндігім бар. Бірақ бұл сұрақ қайдан алынды? Қайдан өңделіп алынды? Неліктен мен өңдедім деген нәрсе мен сілтеме ретінде жасап қоямын, әрине. Ол менікі деп айта алмаймын ғой. Бірақ өңдеуге біздің ешкім құқығымызды алып алған жоқ деп ойлаймын. Бірақ қайдан өңделді, қай тапсырмаға негізделіп өңделді, ол өзіміздің шеберлігіміз деп ойлаймын. Жақсы, тағы да сұрақтар. Есеп кішкене күрделірек қой, сонда кішкене бір 6-шы сынып үшін мысалы өте күрделі есеп болғандықтан бір кейбір бөлігін ғана, мақсатқа сәйкес бөлігін ғана есептін шығарып, қалған есеп толықтай шықпаса да болады ғой, сондай. Тамаша, керемет ойлар айтып отырсыз. Тамаша, келісем. Сіздің ойыңызды арғылай өңдеп көрем мен. Сіз мысалы маған ой салып отырсыз қазір. Десем болады. Жақсы, сұрақтарыңыз болса, қандай да бір нәрсе ала алдыңыздар ма? Маған қандай ұсыныс айтасыздар? Бұл енді мен практикалық жұмысымнан сіздерге ұсынып отырған дүнием. Мен қалай жасаймын деген сұраққа жауап қой. Құрметті әріптестер, сізге тек қана рахмет айтамыз, әрине.
шығармашылық туындалуда осы бір-бірімізді тыңдап және ой қозғау деген мәселе өтіп жатыр қазіргі кезде. Өте рахмет. Я менің 40 жылдық тәжірибем бар. Но бүгін осы тыңдалымнан кейін әлі де болса ары қарай дамыта беруге болатындай жағдайлар бар екен. Бір есепті түрлендіріп, жаңағы әртүрлі қырынан дегендей. Өте тамаша сабақ болып жатыр. Рахмет деймін. Мен Балқаш ауданынан Құлтаева Білімгүл Жаһанбайқызы. 40 жылдық стажым бар. Рахмет. Бізде 40 жылдық стажбен сіз сияқты, сіздің жолыңызды берсін. Рахмет. Жақсы. 4 минуттай уақытымыз бар. Әріптесіме сосын нені берсем, сөз берсем, келесі әріптес. 1-2 минуттай кері байланыс берсеңіздер. Білместер ме, құрметті әріптестер, қалдарыңыз қалай? Мен Естірасов атындағы орта мектептің математика пәні мұғалімі атын Гүлмира. Өтіп отырған Дауысыңыз естілмей жатыр. Жақсы. Жаңағы слайдың өте тамаша, маған тапсырмалардың орындау кезінде тапсырмаларын ой салу, шешендер алу, өзіңізге керекті қажет нәрселерді. Апай, дауысыңыз естілмей қалды. Дауыс естілмей қалды, Гүлмира апай. Керемет, осының өзінде тәжірибеңізді қолдануға лайықты деп ойлаймын. Рахмет. Жақсы ұсыныстар айттыңыздар, бастапқы жағын жақсы ести алдық, соңғы жақ кішкене жақсы естілмей кетті, апай. Жақсы әріптестер, тағы да ұсыныстарыңыз болса, чатқа жазсаңыздар, ойларыңызды айтсаңыздар, мүмкін қандай бір ұсыныстарыңыз бар шығар. Бұл жұмысымызды одан ары дамытатындай жағдайға келтіретіндей мүмкіндік беретін шығарсыздар. Бір бас жақсы, бірнеше бас тіптен жақсы деген орыстың сөзі бар ғой. Жақсы, чатқа да жазып жатсыздар. Рахмет онда сіздерге, әріптестер. Келесі сөзімді онда мен апайға бере берейін. Сейілхан апай дедіңіз ғой, деме? Апай. Жаңыз дұрыс айтып жатыр ма? Сұлухан апай. Сұлухан апай, Сейілхан емес. Сұлухан апай, кешіріңіз. Мен сізге организаторлықты беремін қазір. Қайта қосыламыз ғой. Қайтадан қосылып бірақ қояйық па онда? Иә, қайтадан қосылып бірақ қояйық, қазір уже бітеді ғой уақытымыз. Онда 2 минут уақыт бар екен. Тағы да онда келесі тапсырмаларға тоқталайық. Нақты қандай да бір кері байланыстарыңыз болса, тағы да айта жатарсыздар, иә? Онда мен мына нәрсені көрсетейін сіздерге. Бағана 7-ші слайд па, соған қайтадан қайта ораламыз деп айтып едіңіз. Оралайын ба? Мейлі. Бейне жазбаны көрсетемін ғой сіздерге, әріптестер. Үлгеретін шығармын, иә. Есіме салғаны жақсы болды. Мен тағы да бір семинарым бар еді, сонымен ойым әртүрлі жаққа кетіп отыр. Жақсы, рахмет сізге ой салғаныңызға. Қазір. Мен не жасайын? Демонстрацияны қайтадан. Так. Так, 1 минут айтып жіберсем бола ма? Көрінді ме? Экран көрініп тұр ма? Иә. Жаңа мен айтып қарапайым бейне жазба дедім ғой, тырнақша қалдым ғой. Қарапайым деген сөздің мағынасын енді өздеріңіз бақылап көріңіздер. Экран көрінбей тұр. Экран көрінбей қалды?
Көрініп тұр. Көрініп тұр. Апай. Әріптестер, енді осы бейне жазбадан бақыласаңыздар, қарапайым деп